Сәлеметсіздер ме, Саршаян знагында туылған жандар. Бұл сіздердің желтоқсан айына арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз. Осы айда біз енді жылдың соңына келдік. Соңына келгеннен кейін адам всегда жұмыстарына, өзінің действияларына, яғни бір анализ жасайтын кез. Енді осы айдың прогнозын именно Нептун планетасынан бастағым келіп тұр. Өйткені Нептун планетасы бізде ретро болды. Осы уақытқа дейін ол 4 желтоқсан күні сіздердің 5 домдарыңызда алдыға жүре бастайды. Негізі Нептун бізде иллюзияның бір туманный планеталардың бірі. Яғни ол ретро болғанда адамның фокусы вообще жоғалып кетеді. То есть адам бір туманда болғандай болады. Ал ол ретродан шыққаннан кейін чуть-чуть нормальный, более энергиясы стабилизироваться етеді. Просто ретро кезінде всегда планета, именно планеталар біздің жер планетасына өте жақын тұрады. Сондықтан олар бізге басып тұрады, кәдімгі адамның үстінен басады. Сондықтан ретро кезінде адам всегда өзінің өзіне бір анализ жасап кетеді. Сондай кезде мен дұрыс істеп жатырмын ба деп адам ойланып, істеген заттарым дұрыс па дегенде бір күйге жоқ. Нептун ретро кезінде всегда ол артқа қарайды. Яғни планеталар ретро кезінде всегда адам өзінің арт жағындағы істеген нәрселерін ойлайды, соларға анализ жасайды. Сондықтан енді бұл 5 домдарыңызға кіргенде Нептун, енді 5 дом бізде и так-то өзі сондай дом развлечения, сондай бір Нептун кірген кезде адамның балалары, 5 дом балаларға қатысты. Осы кезде 5 дом бойынша сіздер балаларыңызға фокустарыңызды жоғалтып алмаңыздар. Яғни осы кезде балаларыңызға пристально қарау керексіздер. Яғни сіз олардың проблемасын Нептунның әсерімен жіберіп алуларыңыз мүмкін, көрмей қалуларыңыз мүмкін. Олардың қандай да бір состояниясын балаларыңызға мұқият болыңыз, олардан сұрап дегенде настроениялары болмай жүрген болса, көңіл күйлері, сондай кезде сұрап не болғанын бәрін біліп жүріңіздер, балаларыңызға байланысты. Енді бұл кезде 5 дом бойынша творческий адамдарға өте күшті положение. Бұл кезде адам Нептун бізде и так-то өзі қиялы, воображенияға жауап береді. Сондықтан осындай кезде творчестволарыңыз прям бум болуы мүмкін. Яғни прям күшті идеялар келіп адамға, әсіресе осы кезде самый архитектор болып жұмыс істейтіндер, дизайнерлар бар ғой, творческий адамдар, которые воображениемен жұмыс істейтін музыканттар болсын, или суретшілер, особенно актерлар еще осы адамдарға жақсы положение. Осы положение бізде 2026 жылдың ақпан айына дейін болады. Нептун сіздердің 5 домдарыңызда именно. Сондықтан творческий адамдарға өте жақсы положение. Одан кейін осы айда сіздер үшін 3 дом маңызды болады. 3 домға, яғни көптеген планеталар топтасып стелиум жасайды. Енді осы жерге ең бірінші болып 7 желтоқсан күні Меркурий планетасы кіреді. Енді Меркурийдің 3 дом бұл өзінің полясы, яғни ол жерде өзінің барынша жақсы сезінеді. 3 домға кірген кезде сіздердің мақсаттарыңыз, жұмыс жайында болады. Яғни бізде 3 дом всегда жұмысқа жауап береді. Осы кездер сіздердің жұмысқа желанияларыңыз ашылып, қандай да бір идеялар келіп, разговорлар болады, көп сообщение, контакттар, көп адамдармен сөйлесесіздер, көп адамдармен переговорлар жүргізесіздер, қандай да бір жиналыстар, қысқа мерзімді сапарлар болуы мүмкін, көптеген идеялар айтуы мүмкін. Яғни сіздің миыңыз осы кезде бір демалмайды. Осы кезде прям интеллектуальный способностьтарыңыз артады өте қатты. Өйткені информациямен загружены болады мияларыңыз осы кезде. Одан кейін сіздің идеяларыңыз осы кездегі басқа адамдарға
күшті көрінуі мүмкін. Яғни егер сіз қандай да бір бизнес проект жасап жатсаңыз, или же там бір мемлекеттен қандай да бір гранттар алуға, мысалға сондай бір нәрселер алам деген болсаңыз, онда осы кезде жаңағы интеллектуальный способностьтарыңызға сенсеңіздер болады. Өйткені ол өте мықты жұмыс жасайды осы кезде. Және осы кезде сіздердің жаңағы айтқан нәрселеріңізді жаңағы басқа адамдар өте сондай бір энтузиазммен қабылдайтын болады. Сіздердің идеяңызды жаңағы күшті, керемет деп осы кезде оценивать етуі мүмкін. Және де осы домға, үшінші домға 10 күні желтоқсан Венера планетасы кіреді. Венера вообще сіздерге жаңағы краски добавит. Ол Венера вообще өзі комфортный, сондай гармоничный планеталар. Осы кездері жаңағы сіздің айтқан сөзіңіз гармоничный болады. Жаңағы Меркурий кірген кезде красноречивый боласыздар деп айттым. И сол кезде Венера вообще сіздерге прям бонус қосып береді. Осы кездер прям тартымды боласыз. Осы кездері жаңағы романтикалық қарым-қатынастар болуы мүмкін, қысқа мерзімді, яғни ұзаққа созылмайтын. Одан кейін сіздер вообще осы кезде оратор боласыздар. Және осы кездері сіздер Венера бойынша жаңағы бір реклама, жаңағы бір косметика деген сияқты бір косметиканың рекламасы, немесе бір болады ғой әдемілікке, гармонияға байланысты нәрселер. Сондай женский темалардағы жаңағы реклама деген сияқты нәрселер прям осы кезде өзінің плодтарын береді, яғни өзінің жемісін жегізеді. 20 желтоқсан күні Юпитер планетасы сіздердің 6-шы домдарыңызға кіреді. Яғни ол осы кезде қазір ол рыба знагында ғой, яғни балықтар знагында. Ол жерде осы последний градустарын жүріп жатыр. Яғни ол ретро болды, одан кейін алдыға жүріп жаңағы рыба знагын аяқтайды да. Ол 20-сынан бастап уже сіздердің 6-шы домдарыңызға және Овен знагына кіреді. 12 жылдық бір цикл бітті. Яғни енді ол 12 жылдан кейін ғана жаңағы рыба знагына кіреді. Бір циклды аяқтады деген сөз. Енді бізде Овен знагына кірген кезде жаңадан цикл басталады. Яғни Овенді бәріміз білеміз, ол планета действия. То есть сіздер жаңағы Юпитер артқа жүрді ғой, ретро болды. Ретро кезде всегда планета сіздердің істелген жұмыстарыңызға жаңағы қайтадан бір көз жүгірткізеді арт жаққа. Яғни Юпитер сіздердің мүмкін осы кезде бұрын істеген нәрселеріңіз болсын, соларға переоценка жасайсыз осы соңғы градустардан өткенде. Одан кейін 20-сында ол уже басқа домға кіреді, басқа знакқа кіреді. Яғни ол Овен знагына кіреді. Овен знагына кіргенде ол всегда бір нәрсені бастау. Жаңағы сіз ретро Юпитер бойынша анализ жасадыңыз, и сол бір арт жақта қалған, мысалы сіз көрмей қалған бір нәрселерге анализ жасайсыз да, керегін алып, керек емесін тастап дегенде, сіз уже Овен знагына кіргенде уже действовать ете бастайсыз. Енді бұл 6-шы домға түсіп тұр. Адамның жұмысы, адамның денсаулығы, адамның күнделікті істелетін істері, рутинный жұмыстар. 6-шы домға кірген кезде сіздер жаңағы көбінесе повышение, квалификацияға баруыңыз мүмкін. Или же сіз жаңағы жоғарылауыңыз мүмкін, жаңағы өзіңіздің қызметтік мансабыңыз жоғарылайды. Осы кездері өзіңіздің жаңағы физикалық жағдайыңызға да көңіл бөлуіңіз керек. Өйткені бұл денсаулықтың домы. Одан кейін сіз жаңа жұмысқа ауысуыңыз мүмкін. Және осы Юпитер бойынша сіз өзіңізге қандай да бір жаңа жерде жаңағы бір ответственность алуыңыз мүмкін. Негізі бізде 6-шы дом бойынша ответственность өтеді. Сондықтан осы жерде мүмкін сіз жаңа жұмысқа ауысып, сол жерде қол астыңызда көп адамдар жұмыс істейтін болады. Или же сіз өзіңіздің жаңағы бизнесіңізді ашып, сол жерге жаңағы персонал аласыз, яғни бір адамдарға ответственный боласыз. Одан кейін Юпитер бойынша жаңағы жұмысыңызға байланысты расширение болуы мүмкін. Өйткені Юпитер бізде всегда бәр нәрсені расширять етеді, үлкейтеді.
или же сіздердің жаңағы жұмысыңызда объем работы үлкеюі мүмкін. Одан кейінгі үшінші планета кіретін 22 желтоқсан күні күн планетасы сіздердің жаңағы үшінші домдарыңызға кіреді. Енді бұл үшінші домға кірген кезде қандай да бір құжаттар жасауға қолайлы момент осы кездері. Мысалы договорлар жасау, біреулерді келістіру, бір жұмысқа, яғни сондай бір қағаздармен жұмыстар. Адам осы кезде жаңағы кітапханаларға барып, курстарға қатысып, немесе жаңағы көп кітап оқуға, сондай бір интеллектуальный өзінің способностьтарын көтеруге құлшынысы артады. Осы кездері көп бір кітап алуыңыз мүмкін. Например, менде лично өзімде үшінші домда күн болған кезде менде көп кітаптар сатып алғамшы. Сондай бір момент болуы мүмкін. Сіздерде де жаңағыдай осы кездері қандай да бір курстар, немесе жаңағыдай бір тіл үйренуіңіз мүмкін, жаңағы языковой курстарға баруыңыз мүмкін. Сондай бір өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің интеллектуалды қабілетіңізді көтеретін жұмыстар жасауыңыз мүмкін. Одан кейін келесі күні 23 желтоқсан күні осы жерге ай планетасы кіріп, яғни үшінші домдарыңызда новолуние болады. Новолуние всегда бір нәрсенің басы, яғни бағанағы Юпитер 6-шы домыңызға кіріп бір новый бір бизнес бастауыңыз мүмкін, новый жаңағы жерде жұмыс істей бастауыңыз мүмкін. Яғни бір жаңа қадам жасайсыз новолунияда. Ол әртүрлі болуы мүмкін, әр адамның сферасы әртүрлі. Сондықтан әр адамда әртүрлі проигрываться етеді. Бір адамдар мүмкін осы кезде басымен жаңағы оқуға кіріп кетеді, оқиын бір нәрсені, бір нәрсеге қызығып, сондай бір обученияға. Одан кейін кейбіреулер үшін бағана мысалы Юпитер 6-шы дом деп айттым. Егер сауда істейтін адамдар болса, жаңағы ондай адамдардың жаңағы клиентурасы көбеюі мүмкін, немесе жаңағы олар туралы көп адамдар біле бастауы мүмкін. Немесе біреулер жаңағы өзінің араласпай кеткен аға, іні, қарындас, бауырлармен қайтадан араласуға шешім қабылдауы мүмкін, немесе солармен жаңағы бір кездесуге баруы да әбден мүмкін. Біреулер осы новолуние бойынша жаңағы машина үйренуге бару мүмкін. Өйткені бізде үшінші дом бойынша всегда транспорт, техника заттары да өтеді, үшінші дом бойынша. Сондықтан сіздер жаңағы өзіңізге бір техника алуыңыз да мүмкін, жаңа өзіңізге ұнайтын Венера бойынша. Или же жаңағы машина айдап үйреніп, жаңағы өзіңізге право алуыңыз да әбден мүмкін. Одан кейін біз Уран планетасына тоқтайық. Уран планетасы сіздердің 7-ші домдарыңызда тұр. Бұл бізде сектор отношений. То есть, егер сіз асцендентный именно Скорпион болсаңыз, онда жаңағы сіздердің сектор отношенияңызда прям дисцендентта тұр. Яғни, егер сіздің асцендентіңіз осы Скорпион знагының 15-16 градусында тұрса, сіздерде особенно осы бір 7-ші домыңыз бойынша өзгеріс болады. Өйткені 7-ші дом отношения, адамның отношениясы. Личный болсын, партнерский болсын, адамның отношениясы. Осы жерде именно осы асценденті 15-16 градуста тұрған адамдарда қатты бір өзгерістер болады, потому что Уран бізде всегда бір жүрген жерінде өзгеріс жасайды. Немесе сіздің туған күніңіз 8 или 9 қарашада болса, сіздерге әсер етеді, осы 7-ші домдағы Уранның энергиясы. То есть 7-ші дом бойынша сіздерде бір өзгеріс обязательно болады. Одан кейінгі планета Марс. Марс планетасы бізде ретро, ол сіздердің 8-ші домдарыңызда ретро. Бұл негізі өзінің домы, Скорпион знагының 8-ші дом деген ол өзінің домы. Одан кейін Марс планетасы да өзін осы домда жақсы сезінеді. Бұл жерде Марс планетасы сіздердің бір терең психологиялық жағдайыңызды түртуі мүмкін. Марс планетасы всегда артқа жүргенде, всегда бұрынғы бір үш жақта қалған, өйткені именно 8-ші поле бізде адамның үш жағы скрытый, көрінбейтін басқалардан тығып қойған бір нәрселер.
Сондықтан осы жерде өзіңіздің жаңағы психологияңызбен қатты жұмыс істеуіңіз мүмкін. Өзіңіздің психологияңызға, жаңағы ішкі состояниеңізға ретро Марс планетасы қатты давить етуі мүмкін. Өйткені ретро кезде айтып өттім бағана, планеталар бізге өте жақын тұрады и адамға давить етеді. А Марс сол ретро кезде іш жаққа бағытталады. Өйткені планеталар жақын тұрғандықтан бізге осы кезде өзіңіздің ішкі психологиялық состояниеңізға қатты напряжение түсіруіңіз мүмкін. Яғни бір нәрселерді переоценка жасайсыз, бір нәрселерге ойланасыз. Яғни осындай бір трансформациядан өтуіңіз әбден мүмкін. Осы кезде негізі 8-ші дом бізде ақшаның домы, яғни басқа біреулердің ақшасы. Мүмкін сізге бір жерден ақша түсу керек, жаңағы государстводан ба, или же басқа жерден, басқа партнерлардан мүмкін, басқа адам сізге ақша беру керек болса, осындай бір ақшалар кешігетін болады. Ретро Марс бойынша күтетін боласыз. Егер сіздер бір қандай да бір инвестициялар тартып жатсаңыздар, өзіңіздің бизнесіңізге, онда осындай жұмыстар ретро Марс бойынша баяулайды. Өйткені Марс ретро болған кезде всегда көбінесе задержка, өйткені Марс бізде жаңағы боевой, жаңағы әрекет етудің планетасы, ал ол ретро болған кезде әрекеттер кішкене әлсірейді, төмендейді, жаңағыдай баяулайды. Осы айдағы планеталардың энергетикасын тек жақсы жағынан пайдаланыңыздар. 2022 жылдың соңғы айын жақсы аяқтап, 2023 жылға жақсы көңіл күймен өтулеріңізге тілектеспін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.